Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сәукеле нанның рецептін ұсынамын. Қазіргі таңда хит нан, дастарханның сәнін беретін керемет нан деп айта аламын. Жасау жолда өте оңай, түрде әп-әдемі өздеріңіз видеода байқағандай толық рецепт описанияда болады. Мен Instagram парақшама және YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Жылы сүтке сары майды езіп, жақсылап ерітіп, бірге араластырамыз. Үстінен дрожж, қант, тұз қосып араластырып аламыз. Мен сәл қантты көбірек қостым, тәттірек болсын деп. Және жұмыртқа қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қант ерігенше араластырамыз. Ал енді ұнымызды ситадан өткіземіз. Ситадан өткізілген ұн сәукеле нанымыз күштеп көтеріледі. Жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Менде 500-550 грамдай ұн кетті, ал сіздерде одан да аз немесе одан да көп кетуі мүмкін. Жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап қамыр жасаймыз. Қамыр жұмсақ болып шығады. Үстінен тағы ұн қосып жақсылап араластырамыз. Қамырды басамыз. Қамырымыз дайын болса, қамырды 1,5-2 сағатқа жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше біз енді кулек жасаймыз. Кулekті мен пергамент қағаздан және фольгадан жасадым. Кәдімгі шемішкеге қолданатын бұрын кулектер бар еді, дәл солай орап, оның сыртынан фольганы орадым және екеу жасап қойдым. Бірінің ішіне бірін кигізем, өйткені нанды көтере алмай қалатын сияқты. Ал қамырымыз көтерілді. Қамырымызды екі бөлікке бөліп, жақсылап илейміз. Қалыңдығы 3-4 сантиметрді болып қалу керек. Жоғары жағын сәл қалың қылып кесіп алдым, себебі қазір сәукеле нанның жоғары жағына әдемілеу үшін қажет болады. Фольгамызды жақсылап майлап аламыз. Майлап болған соң қамырды осылай фольгаға, кулегімізге осылай орап аламыз. Жаңағы жоғарыда қалыңдап алған қамырымды екіге бөліп әдемілеу өрім жасадым. Енді жоғары жағына жұмыртқаның сарысын жағып жатырмын. Ол маған клейгей ретінде қажет. Осылай бас жағына жабыстырамын. Артық жерлері болса кесіп тастай салыңыз, ол төгетпейді, әдемі болып шығады. Ішіне тағы бір пергамент кигіз қойдым, өйткені салмағы көтеріле алмай қала ма деп. Кесетін жерлерін әдемілеп осылай кесіп, өзіме ұнағандай жасап алдым. Ал сәукеле нанымызға жұмыртқаның сарысын жақсылап тұрып жағамыз, шұлықтап аямай. Дұрыстаймыз. 80 градус қызып тұрған пеште 25-30 минутта пісіріп аламыз. Ал енді қамырдың екінші жартысын осындай ши бауырсақтармен нан пісірдім. Ал енді мен сәукеле наным дайын болды. Сәукеле нанның ішіне жаңағы пісірген бауырсақтарымды, ши бауырсақтарымды салып толықтырдым. Сәукеле нанымыз дайын болып, бауырсақтар ішіне салынып, дастархан сәнін келтіретін нанымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. YouTube каналыма және Instagram парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Комментарий, лайк күтемін. Сіздермен бірге болған Айман. Рахмет, ас болсын.